Армысыздар, құрметті Номадгай арнасының көрермендері. Орталық Азия аймағындағы әскери-саяси тепе-теңдік пен әуе қорғанысы саласында соңғы кезде өте елеулі оқиғалар орын алуда. Аймақтағы қорғаныс қабілетін арттыру мақсатында көршілес Өзбекстан Республикасының әуе күштерін жаңарту мәселесі белсенді талқыланып жатыр. Әсіресе Өзбекстанның Қытай Халық Республикасында өндірілетін 4++ буынды J-10SE заманауи жойғыш ұшақтарын сатып алуы, немесе оларды жеткізу бойынша келіссөздер жүргізу туралы ақпарат әскери сарапшылардың назарын аудартты. Бұл мүмкін болатын мәміле Орталық Азиядағы әуе үстемдігінің құрылымын түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бүгінгі арнайы шолуымызда біз Қытайдың ең танымал көп мақсатты J-10SE жойғыш ұшағының техникалық сипаттамаларын, авионикалық жүйелерін, қару-жарақ арсеналын және оның аймақтық әскери тепе-теңдікке тигізер әсерін егжей-тегжейлі талдайтын боламыз. Негізгі бөлім J-10SE бұл Қытайдың Чэнду авиациялық өнеркәсіптік корпорациясы жасап шығарған J-10C жойғыш ұшағының экспортқа арналған терең жаңартылған нұсқасы. Ұшақтың геометриялық өлшемдеріне келсек, ұзындығы 16,9 метрді, қанат ұзындығы 9,8 метрді, ал биіктігі 5,7 метрді құрайды. Қанат ауданы 39 шаршы метрге тең. Бос ұшақтың массасы 9100 килограмм болса, максималды ұшу салмағы 19000 килограммға дейін жетеді. Конструкциялық тұрғыдан бұл ұшақ дельта тәрізді негізгі қанат пен алдыңғы көлденең оперениеге, яғни канарттар жүйесіне негізделген. Мұндай аэродинамикалық схема ұшаққа қайталанбас аса жоғары мановрлық мүмкіндік береді. Ол жүктеме тұрғысынан +9 дж-ден -3 дж-ге дейінгі шекті жүктемелерге шыдай алады. Сонымен қатар, ұшақ корпусында, яғни диверторсыз ауа жинағыш технологиясы қолданылған. Бұл шешім ұшақтың радиоэлектрондық тиімді шағылу ауданын, яғни көрсеткішін 2 шаршы метрге дейін азайтып, оның радарларға байқалмау мүмкіндігін арттырады. Ұшақтың күштік қондырғысына тоқталатын болсақ, оған Қытайдың отандық өндірісінен шыққан W10B турбореактивті қозғалтқышы орнатылған. Бұл қозғалтқыш форсаж режимінде 145 кН тарту күшін қамтамасыз етеді. Осының арқасында ұшақ ең жоғары жылдамдығын сағатына 2200 шақырымға дейін жеткізеді. Бұл Мах 2,2 көрсеткішіне сәйкес келеді. Ал жерге жақын төмен биіктіктегі жылдамдығы сағатына 1400 шақырымды құрайды. Ұшақтың көтерілу жылдамдығы секундына 300 метрге тең, ал практикалық ұшу биіктігі 17000 метрге жетеді. Отын жүйесі де өте тиімді. Ішкі бактардағы отынмен жауынгерлік радиусы 750 шақырымды құраса, 3 қосымша отын багын пайдаланғанда бұл көрсеткіш 1250 шақырымға дейін ұлғаяды. Сондай-ақ, ұшақта әуеде отын құю жүйесінің штангасы қарастырылған. Бұл оның ауада болу уақытын 2 есеге ұзарталады. J-10SE ұшағының ең басты технологиялық басымдығы, оның заманауи радиоэлектронды жабдықтарында. Ұшаққа 1400 таратқыш қабылдағыш модулінен тұратын белсенді фазаланған антенналық торлы радар, яғни AFAR станциясы орнатылған. Бұл AFAR радары қарапайым нысаналарды 200 шақырым қашықтықтан, ал байқалмайтын стелс нысаналарды 70-80 шақырымнан анықтай алады. Радар бір уақытта 20-дан аса әуе нысанасын бақылауда ұстап, оның ең қауіпті алтауына бір мезгілде зымыран бағыттауға қабілетті. Пилот кабинасы толығымен, кең форматты сандық дисплейлермен және шешілемге біріктірілген нысанаға алу жүйесімен жабдықталған. Бұдан бөлек, ұшақтың мұрын бөлігінде пассивті режимде жылу бөлетін нысаналарды табатын инфрақызыл оптикалық электрондық іздеу станциясы орналасқан. Енді ұшақтың жауынгерлік соққы беру қуатына назар аударайық. J-10SE фюзеляжы мен қанаттарының астында жалпы салмағы 6600 кг қару-жарақты тасымалдауға арналған 11 ілу нүктесі бар. Оның ең негізгі жауынгерлік қаруы Pili-15 алыс қашықтықтағы әуеден әуеге соққы беретін зымыраны. Бұл зымыранның ұшу қашықтығы 145 шақырымға дейін жетеді. Ал жылдамдығы Мах 4-ке тең. Жақын әуе ұрысы үшін инфрақызыл бағыттау басы бар Pili-10 мановрлық зымырандары қолданылады. Жердегі радарларды жою үшін YJ-91 радарға қарсы зымырандары. Ал кемелер мен бекіністерге соққы беру үшін KD-88 қанатты зымырандары мен LT-2 лазерлік бағытталатын ақылды бомбалары ілінеді. Ұшақ ішінде 23 мм-лік екі ұңғылы зениттік зеңбірек орнатылған. Экономикалық және эксплуатациялық тұрғыдан алғанда, J-10SE ұшағының бір ұшу сағатының құны орташа есеппен 5-6 мың ақш доллары төңірегінде. Салыстырмалы түрде айтсақ, ауыр салмақты Ресейдің Су-30 СМ ұшағының бір ұшу сағаты 15 мың доллардан асады.
Бұл Өзбекстан үшін әскери бюджетті үнемдей отырып, әуе паркын тиімді қайта жарақтандыруға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, Өзбекстанның J-10 ежойғыш ұшақтарын сатып алу, олардың ескірген MiG-29 және Су-27 платформаларын заманауи авиациямен алмастыруға бағытталған өте маңызды стратегиялық қадам. J-10E бұл өз сыныбында Ресейдің Су-30С немесе Францияның Рафаль сияқты жойғыштармен еркін бәсекелесе алатын. Бағасы мен сапасы тиімді келісім. Егер бұл келісімшарт толық жүзеге асатын болса, Орталық Азиядағы әуе қорғаныс тепе-теңдігі айтарлықтай өзгеретіні сөзсіз. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Қытайдың бұл ұшақтары Орталық Азия аспанында өз тиімділігін дәлелдей ала ма? Өз ойларыңызды төмендегі пікірге жаза кетіңіздер. Номадгай арнасына тіркеліп, лайк басуды уақытылы ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.